Корейский капуста дайындайық, немесе ащы бұрышталған капуста. Алдымен капустаны 4-5 бөлікке бөліп, ыдысымызға салып аламыз. Менде осындай кастроль ыдыс болды, шұңқырлау. Барлық капустамызды салып болғаннан кейін жылы суға тұз салып, ерігенше араластырамыз. Сол тұз суды капустаның бетіне қойып, капустамыз батып тұру керек суға толығымен. Суымызды құйып болғаннан кейін бетіне сиятындай тарелка қойып, оның бетіне ауыр зат қоямыз. Оны 4-5 күнге қалдырып, капуста бойына тұзын сіңіру керек. Капусталарымызды сүзіп алып, майдалап тураймыз, өзімізге ыңғайлы қылып дастарханға қойғанға. Мен осындай қылып майдалап турадым. Бөліп алып, ащы бұрыш жағып шығамыз. Ащы бұрышты өздеріңіз қалағанша жағасыздар. Ащыны қаласаңыздар, ащы көбірек жағасыздар. Мен кішкене жақтым. Дайындап көріңіздер, дәмі керемет шығады. Сіздер атын қалай атайсыздар? Ащы бұрышталған ба, немесе корейский капуста ма? Қандай капустадан дайындайсыздар?